Мен Сағындық Елдар Дәуренұлы, Шелек политехникалық колледжде 2-ші курс электромонтер мамандығында оқимын. Әбіш Кекілбаев «Аңыздың ақыры» романы. Әдебиетіміздегі алып тұлғалардың бірі проза жанрындағы қаламы қарымды қайраткер, аңыз адам Әбіш Кекілбайұлы 1939 жылы 6 желтоқсан Маңғыстау облысы Оңды ауылында дүниеге келген. Бала Әбіш 3 жаста болғанда әкесі соғысқа аттанып, сол күйі оралмаған. Кекілбайдың дүниеден өткенін отбасы бірнеше жылдан кейін ғана білген. Болашақ жазушы анасы Айсәуле Жұмабайқызының қолында өседі. Айсәуле Жұмабайқызы ел ішінде аты шыққан бидің отбасында туған. Әдебиетімізде алып тұлғалардың бірі, проза жанрында қаламы қарымды қайраткер, аңыз адам Әбіш Кекілбаевтың туындыларының ішіндегі ең негізгілердің бірі «Аңыздың ақыры» романы. Алғаш рет «Махаббат мұнарасы» деген атпен жарияланған бұл туынды 4 бөлімнен тұрады. Романдағы негізгі кейіпкерлер саны 3. Олар Әмірші, Кіші ханым және Шебер. Шығарманы оқи отырып кездестіретін құндылықтардың бірі тектілік. Автор Кіші ханымды ханға адал қалпында қалдыруы, романдадағы жар сүйіп, бала сүйіп отыратын кемел шағына келген әйелдің жас жігіттің құшағына құлай соғуға болатындай эпизодтар кездескенмен, автор осы оқиғаны төндіріп келіп алыстатып әкетеді. Себебі ханым құлдың құшағына құласа, ханда не қасиет, не қадір қалады. Автор осы туындысындағы осы оқиғалар арқылы қазақтың тазалығын, тектілік сипатын айнытпай бейнелейді. Ұлттық құндылық ретінде санайтын тағы бір дүние анаға деген құрмет. Сол себепті де Әбіш жазушының